Уху, Дауыл. Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Төрт әйел туралы тәмсіл. Ертеде бір сұлтан өмір сүріпті. Оның 4 әйелі болыпты. Сұлтан 4-ші әйелін қатты жақсы көрді. Ол оған қымбат көйлек, әшекей алып берді. 3-ші әйелі өте сұлу еді. Сұлтан оны елге мақтанып көрсету үшін саяхаттарға бірге алып жүрді. Бірақ сұлтан сұлу әйелім мені тастап кетіп қалады деп үнемі қорқатын. 2-ші әйелі ақылды болды. Сұлтан әрқашан одан ақыл сұрайтын. Әйелі барлық мәселені шешуге көмектесетін. 1-ші әйелі кәрі еді. Ол сұлтанға адал болды. Оны шын сүйді. Бірақ сұлтан оған көңіл бөлмеді. Бір күні сұлтан қатты ауырды. Өлім жақын екенін сезді. Менде 4 әйел бар, ал о дүниеге жалғыз барамын деп ойлады ол. Сұлтан 4-ші әйелін шақырып, мен сені бәрінен артық жақсы көрдім. Менімен бірге өлімге барасың ба деді. Жоқ деп әйелі кетіп қалды. Сұлтан 3-ші әйелін шақырды. Мен сені мақтан тұттым, сен менімен бірге барасың ба? Жоқ, мен әлі өмір сүргім келеді, мүмкін тағы тұрмысқа шығармын деді. Сұлтан 2-ші әйелін шақырды. Сен әрдайым маған көмектестің, енді менімен бірге барасың ба? Өкінішті, бірақ жоқ, мен тек сені жерлеймін деді. Сұлтан қайғырып отырғанда 1-ші әйелі келді. Мен сенімен бірге барамын, әрқашан қасыңдамын деді. Сұлтан таң қалды, әрі өкінді. Мен саған көбірек көңіл бөлуім керек еді деді ол. Біздің де 4 әйеліміз бар. 4-ші әйел біздің денеміз. Біз оған бәрін әперіп сұлу етуге тырысамыз. Бірақ ол бізбен бірге о дүниеге бармайды. 3-ші әйел қызмет, мансап, ақша. Біз олар кетіп қалама деп қорқумен өмір сүреміз. Олар біз өлген соң бәрібір біздікі болмайды. Осы өмірде қалады. 2-ші әйел отбасы. Біз олармен кеңесеміз, тыңдаймыз. Алайда олар бізді тек бейітке дейін шығарып салады. 1-ші әйел жанымыз. Бізді шынайы жақсы көретін осы ғана. Жанымызды қорғап, бағалайық.